6 қаңтарға арналған жұлдыз жорамал. Тоқта, өзгелердің сөзіне, іс-әрекеттеріне түсіністікпен қарауға тырысыңыз. Жұлдыздар сонымен қатар бүгінгі күні сөз таластарға қатыспай, ешкіммен сөзге келіп қалмауға тырысуға кеңес береді. Өзгеретін уақыт келді. Ұрыспен емес, байыпты түрде екі тараптың да көңілінен шығатын ортақ шешім тауып, кез келген конфликті жағдайды бейбіт түрде шешуге болады. Егер жаңа серіктестікті бастауға ниетті болсаңыз, мұндай жауапты істерді кейінге шегерген жөн. Жеке өміріңізге келер болсақ, сүйіктіңіздің сұрақтарына агрессивті түрде жауап қайтармаңыз. Себебі бұл оның сізден көңілі қалуына кеп соғады. Торпақ, барлық жағдайда дипломатиялық қабілетіңізді іске қосыңыз. Себебі өткен уақытта кейбір шаруаларын толық аяқтамаған торпақтар жағымсыз жағдайларға тап болуы мүмкін. Сол себепті де бүгінше жаңа тапсырмаларды қабылдамаңыз. Аяқсыз қалған шаруаларыңызды аяқтауға ерінбеңіз. Себебі алдағы күндерде мұндай істер кері тартатын болады. Сонымен қатар бүгінгі күн емханаға баруға, жиналыстар мен кездесулер өткізуге, қандай да бір өзгерістер жасауға қолайсыз күн. Жеке қарым-қатынастарыңызда шиеленісті жағдайларға түсіп қалмас үшін екінші жартыңызбен кез келген күрделі нәрсені ашық сөйлесуден қашпаңыз. Бұл шиеленісті жағдайлардан шығатын ең дұрыс амал. Егіздер, күннің бірінші жартысынан бастап күрделі жағдайларға тап болуыңыз мүмкін. Алайда ерте бастан түңілудің қажеті жоқ. Көптеген егіздердің құжаттары мен мәселелері туындауы ықтимал. Бұл кедергілер сіз ойлағандай күрделі емес. Егер қажетті амалдарды дұрыс қолдана білсеңіз, кез келген жағдайдан жылдам шығуға мүмкіндік бар. Сонымен қатар өзгелермен сөйлесу барысында да мінез көрсетпей, барынша сыпайы, мәдениетті болыңыз. Сыйға сый, сыраға бал демекші, сыйластық бар жерде жақсы нәтиже болады. Бұл жеке өміріңіздегі қатынастарға да тікелей қатысты. Сүйіктіңізге жұмсақтық танытып, оның да жеке пікірі, ойы бар екенін естен шығармаңыз. Шаяндарға ескі мәселелерді талқылап, ескі сөз таластарға қайта оралуға кеңес бермейміз. Мұндай келеңсіздіктер әдетте әріптестер мен үйдегі адамдар арасында жиі орын алып жатады. Ал аталған ескертуді ескермесеңіз, ұзақ уақытқа дейін сол адамдармен қарым-қатынастарыңыз шиеленісті, ушықты күйде қалады. Жалпы үй жиналысы, талқылаулар үшін бүгінгі күн қолайсыз. Жұлдыздар сонымен қатар мәселелерді, қиындықтарды, қаржылық тапшылықтарды да сөз қылмауға кеңес береді. Оның орнына жеке өзіңіз ойланып, пікірлеріңізді сыртқа шығармауға тырысыңыз. Арыстан, бұл күні тым көп ақпараттар толқыны түседі. Әрине, соның ішінен арыстандар жағымдысын, романтикалық әсер сыйлайтындарын ғана қабылдағысы келеді. Алайда сізге күні бойы қызықсыз, іш пыстырарлық ақпараттарды қабылдап, кейде жағымсыз шаруаларды атқаруға да тура келеді. Күннің басым бөлігі құжаттарға қатысты жұмыстарға, жиналыстар мен отырыстарға етеді. Кейбір арыстандардың әріптестерімен, көршілерімен сөзге келіп қалусында жағымсыз оқиғалар орын алуы мүмкін. Ал жеке өміріңізге келсек, төзімді бола біліңіз. Бұл күні сүйіктіңізге жақсылап көңіл бөлуге уақытыңыз тапшы болады. Бикеш, ақшаға қатысты жерлерде сақ болыңыз. Есептеу барысында, реттеу барысында мұқияттырақ болу керек. Сонымен қатар қаржыға қатысты жоспарларды, талқылауларды кейінге қалдыруға кеңес етеміз. Жұлдыздар табанды түрде қомақты қаржыға қатысты әрекеттер жасамауды талап етеді. Таңғы уақыттан бастап уақытыңызды дұрыс реттеңіз. Бейберекет әрекет ету сіздің жұмысыңызға ғана емес, жеке өміріңізге де кері әсер етеді. Қалтаңызға қаржы түссе, оны лезде жұмсау дегенді ұмытыңыз. Ертеңгі күнді ойлаңыз. Таразылар бүгінгі күні адамдармен сөйлесу барысында ыңғайсыз жағдайларға тап болуы мүмкін. Мысалы, ойланбай айтып қалатын сөздер, орынсыз әзілдер, мұның барлығы сізді өзгелердің алдында қызартуы да ғажап емес. Сондықтан да бүгінгі күні мүмкіндігінше өзгелермен сөйлесуді, хат алмасуды азайтқаныңыз жөн. Мұнда өзге себеп бар. Шабытыңыздың пайда болуынан сіз мұндай қарапайым нәрселерге аса мән бермейсіз. Сол себепті де жаңа идеяларды табуға, жоспарлар құруға талпынып көріңіз.
Саршаян, таңғы уақыттан бастап түнгі уақытқа дейін сақ болуыңыз керек. Тіпті қарапайым шаруалардың өзінде де сақтық, мұқияттық танытыңыз. Бүгінгі күні таныс емес адамдармен байланыспай, қауіпті болуы мүмкін әрекеттерден, қауіпті жерлерден бойыңызды аулақ ұстаңыз. Мұның барлығы жағымсыз энергияның ықпалынан туындайды. Мүмкіндік болса, үйден алыс жерге шықпаңыз. Жаңа серіктестік, келісімге келу сынды маңызды жұмыстарды кейінге қалдырғаныңыз абзал. Мінезіңіздің құбылуы да жақын адамдарыңыздың көңілін түсіруі ықтимал. Қызбалықпен ешкімді ренжітіп алмауға тырысыңыз. Мерген, сіздің тартымдылығыңыз кей жерлерде сізге көмектеседі, алайда қаржыға қатысты мәселелерде сізге өзіңізден басқа ешкім көмектесе алмайды. Бүгінгі күні жаныңыздағы адамдардың ұрыстауларына қатыспауға кеңес береміз. Тіпті ол ұрыстардың сізге мүлдем қатысы болмауы мүмкін. Егер сізге қатысы болып жатса, негативті қабылдамай, ұрыстан аулақ болып, сабырлы күйде шешуге тырысыңыз. Жеке өміріңізде қиындықтар туындап жатса, ең алдымен өз жасаған әрекеттеріңізді, айтқан сөздеріңізді еске түсіріп көріңіз. Бәлкім, жақын адамдарыңыздан кешірім сұрайтын уақыт келген шығар. Тәуешкі. Аздаған тәуешкілер ғана жағымды әрі үйлесімді қалыпта болса, көптеген тәуешкілер шиеленісті жағдайларға тап болады. Әсіресе өткен уақытта шешімін таппаған іскерлік қарым-қатынастар, жеке өмірдегі мәселелер, үй ішіндегі ушыққан жағдайлар бір мезетте сізге бетпе-бет келіп, мазаңызды алуы мүмкін. Бұл орайда сізге аса жағымды емес сөйлесулерден қашып құтыла алмайсыз. Ал сөйлесу барысында барынша ұстамды әрі шынайы бола біліңіз. Жұмбақтап сөйлемей, барлығын нақты әрі деректерді тілге тиек етіп сөйлеңіз. Сонда ғана сөзіңіздің қадірі болады. Ал маңызды іскерлік жиналыстарда ұстамды болуыңыз шарт. Су қойғыш. Түрлі жағдайлармен байланысты күн. Су қойғыштар жағымды сәттерді өткізумен қатар, жағымсыз хабарлар алып, ұнамсыз нәрселерге де тап болуы ықтимал. Жағымсыз хабарлар алыстан келуі мүмкін. Дегенмен де, жағымсыз сәттер ұзаққа созылмайды. Ал оның қаншалықты қысқа болары тек сізге байланысты. Кез келген ушыққан, ұнамсыз жағдайлармен сізге қатысы жоқ нәрселерді ажырата біліңіз. Егер нәтижесінде мәселелер туындайтындай жағдай болса, олардың шешімін табуға сіздің ақылыңызда, шамаңызда жетеді. Бір жерлерге баруға, іс-сапарларға аттануға бүгінгі күн қолайсыз, ал жеке өміріңізге қатысты кездесулерден бас тартпауға болады. Романтикалық сезімнің күші барлық негативті сәттерді бір сәтке ұмытуға көмектеседі. Балықтар, тәуекел етуге болмайды. Келісім шарттарға отыру, маңызды сұрақтарды шешу, іскерлік кездесулер өткізу, мұның барлығын алдағы күндерге қалдыруға кеңес береміз. Құжаттарға қатысты шаруаларыңыз болса, барлық құжаттардың түгел екендігіне, дұрыс екендігіне көз жеткізіп алыңыз. Бүгінгі күні балықтар да іскерлік өмірінде сәттіліктерге қол жеткізбегенімен, жеке өмірінде айтарлықтай жақсы өзгерістерге куә болады. Егер қандай да бір күмәніңіз болса, мұны жақын адамдарыңызға да, достарыңызға да, серіктестеріңізге де айтпағаныңыз жөн. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.